армысыздар. Біз Алматы қаласы Медеу ауданы нөмірі 172 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрі Аймағамбетов Асқар Қанатұлына үндеу жолдаймыз. 3 тамыз 2022 жылы Қазақстан Республикасы бойынша орта мектептерде дене шынықтыру пәні сабағын топқа бөлмеу туралы бұйрық шықты. Осы бұйрықты жыл басында немесе бір жыл бұрын осы дене шынықтыру пәні мұғалімдеріне ескертусіз қабылданып отыр. Жаңа оқу жылы басталуға бір аптадай уақыт қалған кезде осындай дене шынықтыру сабағын топқа бөлмей оқыту туралы бұйрықтың шыққанына барша Қазақстан Республикасының ұстаздары және Медеу ауданы 172 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәні мұғалімдері қарсымыз. Себеп, егер осы бұйрық күшіне енетін болса, біздің 172 мектеп гимназиясында 22 дене шынықтыру пәні мұғалімі жұмыс жасайды. Егер топқа бөлмей оқытатын болсақ, әр мұғалім 9-10 сағаттан ғана алады. Сіздер білесіздер, қазіргі мынандай нарықтық заманда әр мұғалімнің жеке басында тұрғын үй жеке басында қамтылмаған. Сондықтан осы жақын маңдарда біздің мектебімізде осы дене шынықтыру пәнінің мұғалімдерінің 10 шақтысы бастарына ипотекаға үй оформить етіп алды. Яғни әр мұғалімнің басында 150-200 мың теңгеден кредиттері бар. Егер осы 9-10 сағатпен қалатын болсақ, онда біздің айына тапқан еңбек ақымыз осы алып алған кредиттерімізді жабуға да жетпейтін болып тұр. Ал егер стажы жоғары мұғалімдерге көбірек сағат берген жағдайда, онда кейін жұмысқа кірген 9 мұғалім бізде жұмыстан шығуына тура келіп тұр. Яғни 9 семья тамақсыз, асыраушысыз қалатын жағдайда болып тұр. Сондықтан осы біздің жағдайымызды ескерсеңіздер екен. Біз осы бұйрыққа қарсымыз. Дене шынықтыру пәні сабағының деңгейін өте төмен түсіріп жібердіңіздер. Елін қорғайтын ерің болмаса, жерін қорғайтын елің қайдан болсын? Елім жерім деген қазақтың көк туын желбіретіп жүрген қаншама жастарымыз, қаншама спортшыларымыз осы мектеп табалдырығын аттағаннан бастап осы дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің қарамағында білім алып, шыңға алып, арнайы спорт мектептеріне тапсырылып жатыр. Жақын таяуда мектеп гимназияда оқушылар арасында әлем чемпионаты өтті. Сол әлем чемпионатында біздің Қазақстан Республикасының жастары оқушылары 3-ші орынды иеленді. Яғни қазақтың көк туын желбіретіп, әнұранымызды шырқатты. Сондай көк туымыздың желбіреуіне, әнұранымыздың шырқалуына бірден бір себепші осы ұстаздардың еңбегі деп ойлаймын. Сондықтан ертең ел қорғайтын жастарымыздың денсаулығы мықты болсын десек, елін жердің қорғайтын патриот азаматтар көп болсын десек, қазіргі мұнағы әлеуметтік желі дамыған кезде жастарымыз құлағына сырға тағып, шаштарын бояп, мінездері қызға айналып бара жатқан заманда осындай денелерін ер азаматтікі сияқты шынықтырып, білім беретін осындай біздің қазақтың нар жігіттерін, жас жігіттерінің еңсесін түсірмесеңіздер екен. Осы біздің бұйрығымызды, осы біздің үндеуімізді, біздің наразылығымызды дұрыс көзқараспен қарап, дұрыс шешім қабылдасаңыздар екен деп баршамыз өтінеміз. Осы дене шынықтыру сабағының бөлінбейді деген бұйрығына бәріміз толықтай қарсымыз ба? Қарсымыз. Біздің осы үндеуімізді қабыл алып, дұрыс көзқараспен осы мәселені шешіп берулеріңізді сұраймыз. Рахмет.